Ұлттық құндылықтарымызда ана мейірімнің, әке тіректің, бала болашақтың символы. Бұл үшеуін қорғау деген мемлекет тұрақтылығын сақтау деген сөз. Себебі отан отбасынан басталады емес пе? Екінші тармақта неке ұғымы айқын көрсетілген. Бұл өте өзекті. Мұнда неке дегеніміз ер мен әйелдің ерікті әрі тең құқықты одағы делінген. Назар аударайықшы, мұнда ерікті және тең құқықты деген сөз алға тартылып отыр. Жалпы жасыратыны жоқ, қоғамда өзекті мәселе тұрмыстық зорлық, зомбылық, еркінен тыс отбасы құрдыру, алып қашу құрбандары. Жақында ғана бүкіл елдің жүрегін ауыртқан Қаршадай қыз Нұрайдың оқиғасын әлі ешкім ұмытқан жоқ. Біз білетін және білмейтін қаншама бұл мәселенің құрбандары бар. Енді жаңа заңға сәйкес ешкім ешкімді күштеп отбасы құрдыра алмайды. Ер мен әйелдің одағы тұрмыстық зорлық, зомбылықтың емес, қауіпсіздіктің кепілі болатын одақ. Бұл дегеніміз қаншама қарагөз қыздарымыздың болашақтағы бейбіт өмірі мен құқығын сақтау деген сөз.